Бәріңізге сәлем. Бүгін дәмі тіл үйіретін Рафаэлло тортын жасаймыз. Ол үшін алдымен ұнға крахмал мен қамыр қосқышты қосамыз. Сосын жұмыртқаның сарысын ағынан бөліп аламыз. Шекердің аз бөлігін сары уызға саламыз. Қалған бөлігін ақ уызға аздан қоса отырып, пена сияқты көпіргенше миксерлейміз. Сосын сары уыздарды миксерлейміз. Енді екеуін біріктіріп, жаймен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Біркелкі масса болған соң, құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп, салып араластырамыз. Пергамент қағазы төселген 22 см формаға қамырымызды салып, 170 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта бетін ашпай пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді барынша суылған соң ғана формадан босатып аламыз. Сосын 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Енді кремін жасайық. Салқын сливкиді аздап миксерлеп, сгущенка мен қант ұнтағын қосып араластырамыз. Содан соң творожный сыр салып, қою крем болғанша миксерлейміз және кокосовый стружки қосамыз. Крем дайын. Енді әр бисквиттің арасына крем жағып, тортымызды жинаймыз. Тортымыздың бетіне және жанына толықтай крем жағып тегістеп шығамыз. Енді қалауларыңызша кокосовый стружкиларды сеуіп, әрлеп шықсаңыздар болады. Біткен тортымызды бір түнге немесе 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тортымыз дайын, дәмі сөз жоқ, өте дәмді болып шықты. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.